Қарасай ауданының аумағындағы 19 шақырымның дәл осы маңы темір тұлпарды тізгіндеушілердің ашуын келтіреді. Өйткені олар бұл жердегі кептелістің кесірінен сағаттап уақытын жоғалтуда. Тасжолдың тамашасын көруден шаршаған көлік жүргізушілердің бұл мәселесі алда уақытта қалай шешілмек? Бұл жайында тасжолға жауапты Қазавтожол ұлттық компания өкілінің өзінен білуді жөн санады. Жоба бойынша бұл 4 жолақы жол 6 жолақыға кеңейіп, асыл армадағыдай көліктерге арналған подковалар салынады. Енді дәл осы жұмыстар қай уақытқа жоспарланған сіздерге? Қазіргі күнде жоба әзірленуде, содан процестер басталады. Біз келген уақытта таңғы кептелістің соңғы кездері еді. Ал көлік ағының тежелуі жергілікті халықтың өз ауыздарынан естіп көрейік. Уақытын жоғалта мен мысалы үйден шыққан кезде Алтын Ордаға негізі түнде мен мысалы 5 минутта келіп аламын. Пробканың кесірінен 45 минутын жоғалта мен. Күніге ғой. Күніге енді біраз уақыт осы жерде жолдың бойында өткіземіз ғой. Кептелісте. ДТП-лар болатын жерде разворот. Ол жерде постоянно мына 19-дан шыққан машиналар ана жерге барады да жолды былайынан қият, сонымен жабат. Яғни кептелісте күнде ДТП. Мынаған подкова, болмаса жаңа асыл армандағыдай разворот қою үшін поворот. Бәленбай жыл уақыт кетеді. Дәл қазір светофор қою керек ана разворотқа. Сонда ДТП болмайды күндегідей. Соңғы сөйлеген тұрғынның сөзінің жаны бар. Көліктерге арналған аспалы көпірді салу аз уақытта шешілетін шаруа емес екені анық. Сондықтан жергілікті тұрғын кептеліс мәселесін шешудің уақытша жолын ұсынды. Ал жоспар бойынша көліктерге арналған аспалы көпір жолы, жаяу жүргіншілерге арналған жер үсті өткелдері тас жолдың қай жерінде орналасады? Ол жайында Қазавтожол ұлттық компаниясының өкілі өзі түсіндірді. Біз тұрған жер жаяу жүргіншілер өткелдері, мына жердегі айналма путепроводтар. Мына жеріміз сонда біздің жаңа сіз айтып жатқан мына 4 жолағымыз 6 жолақ болады. Бұл жерден бастап Қаскелен жол өткеліне дейін 6 жолақ болады. Ал жаңағы сіз айтқан айналмалы жол қайсы мынау ғой, айналма жолдар. Мынау сіз айтқан жаңа Доланның маңайы ғой сонда? Мына жерде Доланның маңайы, сосын Қаскеленге бұрылатын жол бар. Қаскеленнен Алматыға қарай бағытталған жол болады. Мына жерден Қаскеленге бұрылатын көліктер мына өтпелмен айналып Қаскеленге бұрыла салады. Қазавтожолдың жоспары түсінікті болса, жығылған үстіне жұдырық дегендей, мына бір мәселеге мән беріп көріңіздер. Тасжолдың бойындағы кептеліс мәселесінен бөлек, оның маңындағы орналасқан қысқа жолдағы көлік ағынын тежейтін тағы бір мәселе бар. Ол мына жолдың көріксіз көрінісі. Жолдың бұзылу салдарынан күн сайын бұл жерде 1 шақырымға дейін кептеліс туындайды. Жалпы айтқанда үлкен мәселенің шешімін таппас бұрын, оның айналасындағы елді алаңдататын жұмыстарды реттеген жөн деген ойдамыз.